Баршаға сәлем. Бүгін осындай қытырлақ әдемі вафлялар пісіретін боламыз. Осылай ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып алдық. Араластырамыз. Қант саламыз. 1 пиала шамасында қант салдым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық. Енді 1 кесе сүтімізді құйып алатын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Себебі барлық затқа ұнды електен өткізіп қосатын болсаңыздар, пісірген пісіріктеріңіз әдемі болып шығады. Ұнымызды салып, жақсылап араластырып болдық. Осылай сұйық масса болды. Енді сұйық майымызды құятын боламыз. 3 ас қасықта сұйық майымызды осылай құйып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды жақсылап араластырып алдық. Енді жарты шай қасықта қамыр қосқышымызды қосып аламыз. Разрыхитель қосып алдық. Енді бұны да жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Сұйық массамыз дайын болды. Енді вафляларымызды пісіріп аламыз. Вафляларымызды өстіп 1 қасықтан құйып пісіріп алатын боламыз. Вафляларымыз дайын болды. Кешкі 5-тің шаймен бірге ұсынсаңыздар болады. Менің рецептім ұнаса, маған лайк басып тіркеліп кетіңіздер.